Қайырлы түн. Құдай қаласа 2-3 күннің ішінде бізге не болған, маған не болған барлығын айтам. Ал бүгін бізде тәтіші өте керемет өтті. Екі жақтың анасы бір-бірімен танысып, мама деген келгенше мақтап келді. Өте жақсы адам екен, қарапайым, жүзі жылы екен деп. Құдай қаласа барлығы ұзағынан болсын деймін. Бізде барлығы жақсы, Аллаға шүкір, альхамдулилля. Енді осылай біз сияқты жүрген жандарға сіздерге де жоғысты болсын. Бір-бірлеріңіздің бақыттарыңыз тауып бақытты болып кетіңіздер. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қайырлы түн тіледім. Алла қалап аман есен. Шашым бәрі быт шығып жатыр қазір. Негізі ұйқыдан азанда тұрғанмын, сонымен шаш тамақтанып, әшін жатам деп қайтадан ұйықтап қалыппын. Ничего страшно деп ұйқымнан тұра салып, жігітім екеуміз видеозвонокпен сөйлесіп алып. Енді, кешкі тамақ жасау керек. Кім не істеп жатыр? Анда-санда былай сұрақтарға жауап беріп отырдым. Жаттым сұрақтарға жауап беріп. Бірақ енді 6-7 ғана сұраққа жауап берем, потому что барлық сұрақтардың барлығы бірдей. Той қашан? Той бұйыртса, бірақ ешқандай әлі күнін, ештеңені айтқан жоқпыз. Екі ана кездескенмен, по-любому біздің әкелерімізбен ақылдасу керек болды. Құдай қаласа, если бір жаңалықтар болып жатса, міндетті түрде сіздермен бірге бөлісетін боламыз.